Саламатсыздар ма, YouTube каналының көрермендері. Бүгін сіздермен ашытылған картопқа еленген қамырдан пирожки жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін көріп, лайк басып, тіркеліп отырыңыздар, комментарий жазып отырыңыздар. Сонымен бізге керегі картоп. Бұл жерде мен пісіріп қойдым уже. Картоптың суы, дрожь, шекер, тұз, май. Бұл жерде күйдірілген май, бір жұмыртқа, ұн керек болады. Ұнға мен разрыхлитель қосылып қойғам, разрыхлитель де керек болады. Бірінші картопты жақсылап езіп аламыз. Үстіне кішкене майымызды салып отырып еземіз. Кез келген май бола береді. Мен бұл жерде күйдірілген май қостым. Жақсылап езіп аламыз. Үлкендеу ыдысымызға салып, үстіне картоптың суын құйып, араластырып, үстіне жұмыртқамызды саламыз. Осыларды жақсылап араластырып алып, осының үстіне ұнымызды салып илейтін боламыз. Жаймендеп бөлшектеп саламыз ұнымызды. Қатты болып қалмас үшін, көп салынып кетпес үшін бұл жерде бәрі өлшеніп қойған. Сонда да бөлшектеп салатын боламыз. Бұның ерекшелігі, картопты арасына салып пісірмейміз, картоптың өзіне пісіретін боламыз. Дәмі өте керемет болады. Бұны 1 сағатқа алып қоятын боламыз. Көтерілгеннен кейін жерге түсіріп алып, бөлшектейтін боламыз шағын бөлшектерге. Кішкене бөлшектерге бөлгенді формаға келтіріп, расстойкаға қойып қоямыз. Көтеріліс үшін бетін жауып. Көтерілгеннен кейін шағын май құйып, қыздырып, жаймендеп саламыз. Өте қатты қысып кеткен майға болмайды, көтерілмей қалады. Егер май қызбай тұрып салсаңыз, майды өзіне сорып алады қамыр. Сондықтан да ортанша отта пісіріп алатын боламыз. Екі жағын кесектестіріп. Жаймендеп мені бір жағы пісе бастады. Аударып, екінші жағын пісіретін боламыз. Баяулау орташа отқа піскен өте жақсы болады. Міне дайын болды біздің пирожкилеріміз. Өте асығыс жағдайда істеуге болатын нәрсе. Таңғы асқа да болады. Кешкі уақытта, қалаған уақытта істеуіңізге болады. Біздің пирожкиміз дайын болды. Сіздермен бірге болған Лейла. Видеоның соңына дейін көрсеңіз, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар.